ғалымдардың көзқарасында бар бұндай көзқарас. Енді жаһандану деген сөзді байқасаңыз біз өте көп қолданамыз. Атайсыз ғой жаһан, иә. Біз тіпті жаһан дегенді жаңағы гүл-жиһан деген сияқты аттарға да қолданып жатамыз. Жаһан қазақтың қолданысына бар сөз. Бұл жаһандану жақсы болар, бірақ дегенмен мәдениеті болсын, басқа да идеологиялық тұрғыдан бұл енді өзіміздің халқымыздың ұстанған негізгі төл құндылығымыз дейміз ба. Сондықтан біз жаңағы дәстүрлі ислам деп отырғанымыз сол, діни құндылықтарды дұрыс жеткізбесек, дұрыс насихаттамасақ, онда өте көштің алдында емес, көштің соңында қаламыз да. Дін саласындағы мамандар өте қажет. Тек қана ағартушы ретінде көрсетеді, ал діни қоғам қайраткері ретінде көрсетпей жатады. Міне осы жаңағы тарихи оқиғаларды жинақтап, біз айтқан жаңағы 360 градуста бағасын беретін болсақ, біз қазіргі қозғап жатқан, айттық қой, дискурстағы атеист пен мұсылманның арасындағы, немесе араб қолымен нағыз қазақ деп өзінше бөліп жатыр ғой. Бұл бөліністің бәрі бос екендігін көруімізге болады. Ал енді қазақтың бұл діни танымды, исламдық діни танымды өзінше түсінуі, қазақтың бұл енді ерекше бір құбылыс, феномен деп айтсақ болады. Жалпы барлығымыз бірігіп, дін саласы болсын, басқа да салалардың барлығы бірігіп, өзіміздің ұрпағымызға дұрыс қоғам қалыптастыру ғой, негізі. Әрине. Бізде әлі мысалы атеист сана дедік, кішкене бір жабайылық формасы көрінеді менде. Қандай бір тікелей шектеу жоқ. Әлеуметтік желіде кім нені айтқысы келеді, қандай ой айтқысы келеді, қандай тұжырым айтқысы келеді, оның барлығын әлеуметтік желі арқылы жеткізіп жатыр. Жалпы Европада мынандай бір дінтанушылардың, әлеуметтанушылардың көзқарасында мынандай түсінік бар. Христиандық атеизм деген. Бір қарасаң басқа сыймайды. Қалай ол? Христиандық және атеизм бір-біріне